1962 жылы ақш пен кеңес одағы ядролық қақтығыстың алдында тұрды. Бірақ екі жақта ортақ келісімге келіп үлкен апаттың алдын ала алды. Жалпы ядролық қару тарихта 2 рет қолданылды. 1945 жылы тамызда Жапонияның Хиросима және Нагасаки қалаларына бірден 2 атом бомбасы тасталды. Жарылыстан әртүрлі бағалаулар бойынша 130 мыңнан 180 мыңға дейін адам қаза тапты. Кейінірек радиациялық аурудан және де жарылыстың басқа себептерінен қайтыс болғандардың жалпы саны 450 мыңнан асып кетті. Бұл дерек соғыстың тағы бір қорқынышты символына айналды және ядролық қарудың қаншалықты жойқын соққы беретінін көрсетті. Байланысты таңқурай. Не үшін соғыстың нәтижесі белгілі болып тұрса да ақш бұл қадамға барды және қаншама адам жарылыстан аман қалды? Жарылыстан соң әлемде қандай мәселелер пайда болды? Бүгінгі шығарылымда ядролық қарудың адамзатқа берген зиянының кішігірім бір бөлігін майшаммен қарайтын боламыз. Жалпы алғанда ең қорқынышты жаппай қырып-жою қаруының жаңа түрін жасау идеясы алғаш рет Америкада емес, Германияда 1938 жылы неміс физиктері Отто Ган мен Фриц Страссман атом ядросын сәтті ыдыратып, бұл процесс үлкен көлемдегі энергия мен радиоактивті сәулеленумен бірге жүретін анықтағаннан кейін пайда болды. Немістер өнертабысты іс жүзінде қолданғысы келді. Бір жылдан кейін атом бомбасының жасалып жатқаны жайлы ақпарат американдық ғалымдарға, содан кейін ақш президенті Франклин Рузвельтке жетті. Америкада уран комитеті құрылды және олар ықтималды қауіпті зерттеді. 1941 жылы Жапония Перл-Харбор әскери базасына шабуыл жасаған соң, ақш Жапонияға соғыс жариялады. Бұл кезде параллельдік түрде нацистік Германияда ақшқа соғыс ашты. Жағдайдың ауырлап жатқанын түсінген Вашингтондағы атқамінерлер ендігі өз ядролық бағдарламаларын шұғыл түрде іске қосу қажет деген шешімге келді. Және жоба әлем тарихына Манхэттен жобасы деген кодтық атаумен енді. Соғыс басындағы жапондардың бірінен соң бірі кезектескен жеңістеріне қарамастан, 1942 жылы Тынық мұхитында америкалықтар бәрін өз қолына ала бастады. Жапондар жаулап алған аралдардың бірінен соң бірін уысына шығарды. 1944 жылға қарай Европада Гитлерге қарсы келгендердің жеңісі айқын бола бастады. Кеңестік жауынгерлердің қысымынан соң немістер шегінді. Ал америкалық армия Жапонияның стратегиялық базаларын жойып, әскерлерін азық-түлікпен қамтамасыз ету көздеріне, яғни теңіз жолдарына сүңгуір қайықтарын орналастырды. Осы жылдың қыркүйегінде ақш президенті Франклин Рузвельт Лондонға Ұлыбритания премьер-министрі Уинстон Черчилльмен кездесуге келді. Және осы кездесуде басшылар бірінші рет Жапонияға қарсы атомдық бомбаны қолдану жайлы сөз қозғады. Бірақ жарты жыл өткеннен кейін Рузвельт қайтыс болды және оның орнына билікке Гарри Труман келді. Кейінірек ол ақш атом бомбасының орнына әскерилерді жіберетін болса, керісінше одан да көп адам шығыны болатын еді деп жазды. Осылайша ақштың ресми нұсқасына сәйкес жаңа өнертабысты қолдану ең тиімді шешім ғана емес, тіпті адамгершілікті көрсетті. 1945 жылы 9 мамырда Германия жеңіліске ұшыраған соң, күншығыс елі бүкіл Гитлерге қарсы колонизацияға қарсы жалғыз қалды. Бұған қарамастан жапондық император Хирохита соғысуды жалғастыратынын жариялады. Ол 2 миллион армиясы және жаңа бірегей бактериологиялық қаруына сенді. Жауап ретінде американдықтар ядролық шабуылды жылдамдатты. Бомба арқылы ақш Жапонияның әскери қоймаларын жойып қана қоймай, үкіметін шошытып әлемге жаңа қырып-жою қаруын көрсетуді көздеді. Нысанаға алынатын қалаларға бірнеше талап қойылды. Халықтың көптігі, стратегиялық маңызды нысандардың болуы және соңғысы бұрын аймаққа шабуыл жасалмаған болу керек еді. Нысанды талдау комитеті Киотоны, Хиросиманы, Нигатаны, Йокохаманы, Кокоруды және Нагасакиді ұсынды. Кейінірек американдық тарихшы Эдвин Раушайердің айтуынша бұрынғы императорлар қаласы Киотоны ақштың соғыс министрі Генри Стимсонның өтініші бойынша алып тастаған. Себебі министр балайынан бері бұл қаланы өте жақсы көретін болған. Мамыр айының соңына қарай американдықтар Жапонияға жақын Тиньян аралына 509 құпия әуе тобын орналастырды. Ал жаздың ортасына қарай Зат, Балақай, Семіз атты атомдық бомбалар дайын болды. Тротил эквивалентінде қуаты 21 килотонна келетін затты 16 шілдеде Нью-Мексико штатына жарып көріп, тәжірибені сәтті аяқтады. Жаздың ортасында коализация мүшелері КСРО басшысы Йозеф Сталин, ақш президенті Гарри Труман және Ұлыбритания премьер-министрі Уинстон Черчилль кездесті және ары қарай қандай шешім қабылдайтындарын ақылдасты. Осында Труман Сталинге нақты атом болмаса демесе де, қандай да бір ғажайып қаруды сынап көру жайлы айтты. Бірақ кеңес одағының басшысы таңғалмады. Өйткені бұл уақытта Манхэттен жобасының қатысушысы агент Теодор Холл Мәскеуге барлық мәліметті жеткізіп үлгерген еді. 26 шілдеде американдық ұшақтар Жапон қалаларына армияның сөзсіз берілуін талап ететін және бас тартылған жағдайда қалаларды бомбалайтыны жайлы жазылған парақшаларды таратты. Бұл уақытта Индианаполис крейсері Тиньян аралындағы американдық әуе базасына
бортына балақайды салып жүзіп келе жатты. 20 шілдеде Жапония үкіметі берілуден бас тартқанда бомбаның тасталуы айқын болды және америкалық әуе базасына екінші бомба семизді алып келді. Ол ақш армиясының генералы Джордж Маршалл ауа райы қолайлы болған кезде 3 тамыздан кейінгі кез келген күні ядролық соққы беру туралы бұйрыққа қол қойды. Бастапқыда қалалардың басында бұлт тұрып бірнеше күн бойы кетпей қойды. Тек 6 тамыз күні ауа райы бір қалыпқа түсті және қуаты 13-тен 18 килотоннаға дейін жететін балақай атом бомбасын Boeing B-29 ұшағына жүктеді. Ұшақ полковник Пол Тиббетстің анасының құрметіне Энола Гей деп аталды. 7 ұшақтан тұратын топ аспанға көтеріліп шамамен 6 сағаттан кейін Жапонияға жетті. Бірінші нысан Хиросима. Нагасакидің аспанында бомбалауға кедергі келтіретін бұлттар болды. Сол кездері Хиросиманың өзінде 245 мың адам тұрды және маңызды әскери объектілер, армия қоймаларының орталығы, порт. Содан соң әскери теңіз күштерінің бас штабы орналасты. Жапондық радарлар американдық ұшақтардың таңғы 7-де жақындағандарын тіркеді. Бірақ императорлық ВВС өз ұшақтарын әуеге көтермеді. Себебі оларда жанармай қоры аз болатын. Сонымен қатар шақырылмаған қонақтар шабуыл жасайтын ұшақтарға емес, барлаушылар тобына көбірек ұстады. Таңғы сағат 8-де радиодан әдеттегідей бомбадан қорғану үшін арнайы баспаналарға бару жайлы хабарлама естілді. Ал 8:15-те B-29 Хиросима қаласының орталығынан 9 шақырым жердегі биіктікте атом бомбасын тастады. 43 секундтан кейін 600 метр биіктікте балақай өзінің сұмдық күшін көрсетті. Жарылыс эпицентрінен километр жерде тұрған адамдардың 90%-ы лезде күлге айналды. Ал эпицентрден 2 километр қашықтықта құс, қағаз, өртенетін барлық нәрсенің барлығы өртенді. Жарылыстың күші эпицентрден 19 километр қашықтықтағы адамдарды, үйлерді қиратып жан-жаққа лақтырып жіберді. Тірі қалғандар жарықты және одан шыққан денені күйдіретін толқынды естеріне алды. Естерін жиғанда олар күйген иісті сезді және қолдарындағы терілерінің түсіп жатқанын байқады. Бүкіл қала қирандыларға айналды. Соққы толқыны және одан кейінгі өрт әртүрлі бағалаулар бойынша сол күні 70-тен 100 мыңға дейін адамдардың өмірін қиды. Жарылыстан соң әйелдер өз балаларына қарап өз балаларын тіпті тани да алмады. Ал жалпы Жапония болса болған жарылыстың қаншалықты апатты екенін бірден түсінбеді. Токиоға үлкен жарылыс жайлы бірнеше хабарлар келді. Бірақ бастапқыда мұның барлығын жалған ақпарат деп қарады. Тек 18 сағат өткеннен кейін Жапония үкіметі Вашингтоннан не болғаны жайлы хабар алды. Хиросимадағы жарылыстан соң император Хирохита бейбіт келіссөздер жүргізуді ойлана бастады. Сонымен қатар Жапон дипломаттары Кеңес одағының делдалдығы мен соғыстан айтарлықтай шығынсыз шығу мүмкіндігі туралы айтты. Бірақ генералдар 700 мың жауынгерлеріне сеніп, императорды соғысты жалғастыруға көндірді. Сонымен қатар жаудың жағалауына бактериологиялық қаруы бар сүңгуір қайықтарды жіберуді ұсынды. 9 тамыз Кеңес одағы Жапонияға соғыс жариялады. Осылайша Токионың дипломаттарының бейбітшілік процесіне деген соңғы үміті жойылды. Бірақ император өзінің шешімінен соң ақш тағы да 21 килотонналық екінші семіз атом бомбасын 11 тамызда тастауды жоспарлады деп ойлаған жоқ. Бірақ ауа райы нашар болғандықтан американдықтар бұл процесті тездетуге мәжбүр болды. Нәтижесінде 9 тамызда 2-ден 47 кеткенде Чичен аралынан тағы бір Boeing B-29 ұшып кетті. Бұл жолы нысан ретінде Нагасаки қаласы таңдалды. Қала үстінде бұлт аз болды. Бомбалаушы ұшақ 10-56 кеткенде Жапонияның жағалауына жетті. Сұмдық апат алып келе жатқан ұшақты жапондықтар тағы да барлау ұшағы деп ойлап, ол жайлы дабыл қақпады. Нәтижесінде бомба қалаға 11-ден 2 минут өткенде тасталды. Семіз балақайға қарағанда мықты еді. Алайда қалада көптеген төбелер болғандықтан кейбір аудандар жарылыстың қорқынышты зардаптарынан аман қалды. Нәтижесінде әртүрлі бақылаулар бойынша 200 мың халықтың 60 немесе 80 мыңы бірден қаза болды. Ғимараттардың 88% қирады. 10 тамызға қараған түні Жапонияның жоғарғы әскери кеңесінің берілу мәселесі бойынша шұғыл отырысы өтті. Кеңес мүшелерінің дауысы екіге бөлінді. Соңғы шешуші сөз Хирохитада болды. 14 тамыз күні Жапония императордың билігі сол күйі сақталып қалсын деген шартпен ресми түрде берілді. Бірақ адамдар үшін әлі ештеңе аяқталмаған еді. Ол кезде радиоактивті сәулеленудің салдары туралы әлі ешкім ештеңе білмейтін. Сондықтан жарылыстан кейін халықты эвакуациялау болған жоқ. Тірі қалған тұрғындар үйлерін қайта құра бастады. Бірақ күн өткен сайын өздерін қатты нашар сезіне бастады. Дәрігерлер немен бетпе-бет келгенін бастапқыда білмеді және алдымен адамдардың жағдайының күрт нашарлауын және олардың құсуын улану деп ойлады. Жапондық дәрігерлер және мамандар Хиросимадағы жарылыстан 18 күн өткен соң алғаш рет жергілікті атақты актриса Мидори Нака өлгеннен кейін жұмбақ ауру туралы айта бастады. Бұл бірінші жағдай болды. Содан соң соғыс салдарына байланысты келесі 5 жылда 156 мың бомбалау құрбаны қайтыс болды. Зардап шеккендерді арнайы сөзбен хибакуся деп атады. Бір таңқалатыны кейбір хибакусиялар 2 ядролық соққыдан да аман қалды. Хиросимада жарылыс орын алғанға дейін Ситаму Ягамучи іссапармен қалаға келді.
Жарылыс кезінде ол эпицентрден 3 километр қашықтықта болды. Ер адам зорға қашып үлгерді, бірақ әрине ауыр күйіктер алды. Шошып қалған Ямагути есеңгіреп отаны Нагасакиге оралады және қайтадан бұл сұмдық жарылысты бастан кешіреді. Ямагути өлімді 2 рет жеңді және радиациялық күйік пен сәулеленудің сұмдық дозасына қарамастан ер адам 90 жыл өмір сүріп 2010 жылы қайтыс болды. Қайғылы оқиғадан 1 ай өткен соң Кеңес одағы қираған қалаларға 2 топ корреспонденттер мен барлау басқармасының мамандарын жіберді. Олар хибакусияларға сауалнамалар жүргізді. Қирандыларды фотосуретке және бейнежазбаларға түсірді. Топырақ үлгілерін алды және жоғарыдағы басшыларға егжей-тегжейлі барлық есепті тапсырды. Бір жылдан кейін жарылыстың салдарын зерттеу үшін қалаларға американдық мамандар да келді. Манхэттен жобасының ғалымдары жерде бомбалағаннан кейін кем дегенде 70 жыл ештеңе өспейді деп сендіргенімен, келесі жылдың жазында жарылысты бастан кешірген қалаларда олеандр гүлдей бастады. Содан бері бұл ағаш Хиросиманың беріктігінің символы болып саналады. Қаладағы радиация бірнеше ай ішінде ұшып кетті. Себебі жарылыс жерде емес, жердің үстінде болғандықтан. Соған қарамастан әрине топыраққа да радиоактивті заттар сіңіп үлгерді. 1945 жылы Труман Жапонияның соғысқа қатысуын тоқтатуын және сансыз құрбандардың алдын алу үшін атом бомбасын қолдануға мәжбүр болғанын айтқан. Бірақ ақш-тың қазіргі тарихшылары президенттің бұл тұжырымымен келіспейді. Және ол кезде Америка үкіметінде кем дегенде 2 нұсқа болған деп санайды. Мысалы, император Хирохитаның билігі толық сақталатынын айтып, берілулерін сұрау. Болмаса Кеңес одағының немістерді бір жақты етіп, Жапонияға кіргендерін күту. Қосалғанда 1946 жылы Америка үкіметі ақш-тың атом бомбасын қолдануының стратегиялық тиімділігін зерттеген жұмыстарды шығарды. Ол бойынша соғыста онсыз-ақ жеңіліп жатқан Жапония 45 жылдың соңына қарай өз еркімен берілуі мүмкін екені жазылған. Бұл туралы жапондық бейбіт қалалар талқандалғанға дейін Американың болашақ президенті Дуайт Эйзенхауэр де болжаған. Ол өз күнделіктерінде Жапония енді жеңілді, атом бомбасын қолдану енді артық екенін жазған. Соған қарамастан неге Америка үкіметі бұл қорқынышты іске барған болуы мүмкін? Біріншіден, ол жаңа қырып жою қаруын паш ету. Бұл жайлы ядролық зерттеулер институтының директоры Питер Кузник былай дейді. Атомдық бомбаны тастаған кезде Труманның 2 мақсаты болды. Бірі Жапонияны Кеңес одағы оларға басып кірмес алдын тізе бүктіру. Нәтижесінде кеңестіктер оларға уәде етілген жерлерді ала алмайтын. Екіншіден, әрине Америка орыстарға өзінің ядролық күшін көрсеткісі келді. Фашистік Германияны жеңе отырып Кеңес одағы әлемдегі ықпалын едәуір күшейтті. ақш бастаған капиталистік лагерь бұрынғы одақтас жақын арада қарсылас болатынын түсінді. Ал ядролық қаруға ие болу геосаяси қарсыласудың маңызды факторы болды. Кеңес одағының 1949 жылы өзінің атом бомбасын ойлап табуы қырғи қабақ соғыста ұзақ жылдарға созды. Ал бұл жарыс 1991 жылы Кеңес одағының ыдырауымен ғана аяқталды. Әзірге әлем бойынша Хиросима және Нагасакиді бомбалау атом қаруын қолданудың бірінші және соңғы жағдайы болып табылады. Ал біздің елімізге келетін болсақ, Кеңес одағы құлағаннан кейін Қазақстан қуаты бойынша әлемнің 4-ші ядролық қорғалған еді. Қазақстан территориясында Ембі, Сарышаған, Байқоңыр, Семей полигоны сияқты Кеңес одағында ірі сынақ жүргізетін қалалар, космостық және ядролық полигондар орналасты. 1991 жылы Семей полигоны жабылды. 1992 жылы 22 мамырда Тәуелсіз Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев Кеңес әскерінен қалған атомдық қарудан бас тартып, Лиссабон хаттамасына қол қойды. Құрметті достар, осылайша біздің бүгінгі шығарылым соңына жетті. Соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Міндетті түрде каналға лайк басып тіркел. Және кезекті арнада шығатын роликтерге өзіңнің идеяң болса, міндетті түрде комментарийға жазып кет. Сіздермен бірге болған Даңқ Орай. Келесі кездескенше сау.